Сәлем барша қыз-келіншектер. Бүгінгі жасайтынымыз ерекше болып шығатын, жұмсақ әрі дәмді болатын пиццалар. Егер сіздерге ұнаса, тіркеліп лайк басыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, үстіне майонезімізді салып, ашытқа араласқан сүтімізді және тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Керегенше ұнымызды салып, илейміз. Қамыр жұмсақ болу керек, сонда жұмсақ әрі әдемі болып шығады. Қамырды жұмсақ етіп илеп болған соң, үстіне сұйық майымызды құйып, бір-екі рет тағы да илеп шығамыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер көңілдеріңізден шығып жатса, каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Осылай сұйық майымызды құйып аламыз. Бір-екі илеп болған соң, үстін жауып, жылы жерге 2-3 сағатқа қойып қоямын. Осылай қамырымыз ашиды. Ашыған қамырларымызды табанын жайып аламыз. Үстіне кетчупымызды жағып біркелкі етіп, жағып болған соң, менде туралған колбасаларды сеуіп шығамын. Және тұздалған қиярымызды қойып шығамын. Ерекше дәм болып шығады. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Дәмі де керемет болып шығады. Екіншісінде дәл солай біркелкі етіп жайып шығамын. Үстіне кетчупымызды жағып шығып, колбасамды саламын. Бұған тұздалған қияр салмадым, себебі бұл басқа дәм болсын деді. Пешке салып 5-10 минут пісіріп аламыз. 5-10 минуттан кейін алып, үстіне ірімшіктерімізді салып, 1-2 минутқа қойып, сырымыз жұмсарғанша күтеміз. Сырымыз осылай әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды да ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.